Жастар спорт кешенінде еліміздің ішкі істер органдары, қорғаныс министрлігінің үздік қызметкерлер арасында қоян-қолтық ұрыстан ел біріншілігі өтті. 33 команданың 314 қызметкері күш пен ептілік бойынша өзара бақ сынасты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қоян-қолтық ұрыстан жекпе-жек турнирі бір күн бұрын қаза болған Қазақстан шахтасының кеншілерін 1 минуттық үнсіздікпен еске алуымен басталды. Қарағанды облысының полиция департаментінің бастығы Санжар Әділев қаза болған кеншілердің туыстары мен жақындарына осынау қиын сәтте көңіл айтып, қолдау білдірді. Осы жиында 33-тен астам біздің спортшылар қатысуда. Осы 2 күн ішінде тек еркектен емес, одан басқа да біздің спорт әйелдер де қатысады. Бұндай енді оқиға бірінші тұңғыш рет. Сол себептен енді барша біздің спортшыларға тек сәттілік тілеймін. Қоян-қолтық ұрыс әрбір ер жігітті шыңдай түседі дейді шараға қатысушылар. Биылғы жылы алғаш рет қоян-қолтық ұрыс спортында өзара бақ сынасу үшін кілем үстінен нәзік жандылар да шыққан. Бұрымды жандар ерлерден қалыссыз қалмай, өздерінің жақсы дайындықта екендіктерін көрсетіп, әділ қазылар алқасын таңдай қақтырып, көрермен қошеметіне бөленді. Бұл чемпионатта іріктелгендер, бірінші орын алғандар, екінші орын алғандар, үшінші орын алғандардың өзі әлем чемпионатына баруына жолдама алады. Бұл келесі жылы Алла қаласа. Нәтижесінде қоян-қолтық ұрыстан ішкі істер министрлігі чемпионатында 3-ші орынды Маңғыстау облысының құрамасы, 2-ші орынды Атырау командасы және 1-ші орынды Қарағанды облысының құрама командасы жеңіп алды. Қыздар арасындағы 1-ші орынға 52 келі салмақта Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің өкілі Қайрат қызы Құралай жеңімпаз атанса, 65 келі салмақта Атырау облысының Саматова Гүлбану және салмағы 70 килограмға дейін Жаңылова Перизат лайық деп таңылды. Жарылғап Жағыпар, Мейіржан Жұмамұрат, Николай Шевелев, 5-ші арна.